Қайырлы күн. Бүгін қуырылған түшпәрә жасайтын боламыз. Жарты кесе суымызды, жарты кесе сүтімізді, бір жұмыртқа, бір ас қасық тұз, бір ас қасық қант, ерітілген 200 грамм сары майымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды илеп шығатын боламыз. Енді кезекте картошкамызды сақтап турап, қайнатып, піскеннен кейін сары май, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып, салмасын дайындайтын боламыз. Осылай жақсылап езіп аламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, осылай жұқа етіп, әдемілеп, қамырымызды жайып аламыз. Бұл түшпәрә бауырсақтың негізгі фишкасы қамырының жұқа болуында. Сол себепті жақсылап қамырын жұқа етіп жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін осылай гармошка етіп, қамырымызды кесіп аламыз. Үлкенірек көлемде кесе беріңіздер. Өйткені салмасын салып қуырғаннан кейін әдемі хрустящий болып шығу үшін. Осылай қамырымызды бірінің үстіне бірін жайып, осылай жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін өзімізге керекті мөлшерде үлкенірек қылып, осылай кесіп шығатын боламыз. Кесіп болғаннан кейін осылай үшбұрыштап салмасын салып, пельмен түйгендей етіп, осылай түйіп шығамыз. Одан кейін қызып тұрған майымызда осылай жақсылап қуырып аламыз. Міне пельмен бауырсағымыз, яғни түшпәрамыз дайын.